бір нәрсе істемекші болған кезде екіленбеу керек. Істейін бе, істемейін бе деген сияқты. Көп екілене беретін болсаңыз, ол істі істей алмай қаласыз. Әлгі Кааб ибн Малик радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи сахабасы, хадистің басында не деді? Барам, дайындалмақшы болам, бірақ екіленемін де, әйтеуір дайындалған сияқты болып жүрем, еш нәрсе бітірмеймін де. Келесі күн тура сондай, қайтадан барамын да жолға шығуға дайындалайын деп, сөйтіп бір нәрсе істеген сияқты болам, бірақ еш нәрсе бітіре алмаймын. Неге? Өйткені ішімде екілену бар деді. Сөйтіп бүгін, ертең, арғы күні деп жүрген кезде мұсылмандар дайындалды да жолға шығып кетті дейді. Бұл нәрсе, яғни екілену деген. Кез келген нәрседе күмәнға түсе беру, істесем бе, істемесем бе, істесем бе, істемесем бе деп екілену, күмәнға түсу әрдайым. Бұл негізі үлкен дерт, үлкен ауру. Сол үшін де бір нәрсеге шешім қабылдадыңыз ба, болды. Ар жағын Аллаға тапсырыңыз да, тәуекел етіп, бірден кірісіп кетіңіз. Екіленіп, кейінге қалдыра бермеңіз. Өйткені жалпы кейінге қалдыру деген сөз, немесе кейінге қалдыру деген мәселе, бұл шайтанның ең үлкен құралы.